Кейбіреулер айтады, біз соңғы 3 ғасыр бойына ислам әлемі өркениет көшінен көш қалып қалды дейді. Жалпы ислам әлемінің мынандай соңғы ғасырларда батыстан қалып қойының себеп салдарын қазір іздеп жатыр. Себеп Әл-Фарабидің тұсында, Әл-Бирунидің тұсында, Хорезмидің тұсында, мысалы ғылым мен білім соншалықты дамып, бүкіл ғылым бізден шыққан болса, соның барлығы сол руханиятқа келіп тірелетін болған. Ал бертін келе ол ирфан мәселесі біртіндеп түсіп қала бастады да қоғамда исламның сыртқы формасы қана келе бастады. Тек қана құлшылықтары қана. Ал бұрынғыдай руханият болмағаннан кейін ол жерге соқыр сенімдер ере бастады. Тіпті мына Яссауидің қатты айтатын жері бар. Сен қаншалықты намаз оқы, қаншалықты ораза ұста, қаншалықты сен дүниенің құлшылық атрибуттарын барлығын орында, бірақ жүрегіңде кішкентай қана жаратушыға деген махаббат болмаса, оның барлығы бос сөз дейді. Өкінішке орай жастарымыз зайырлық ұғымдарын қате түсінуде. Өйткені біз зайырлы мемлекетпіз, дұрыс. Бірақ біздің елімізде, тәуелсіз Қазақстанда ешқандай конфессияның, 18 конфессияның ешқайсының құқығына, жаңағыдай олардың қағидаларына ешқандай тыйымдар жоқ. Білім алам десеңіз, Орта Азия бойынша Египет Ислам мәдениеті университеті бар. Онымен қоса бір колледж, 9 медресе жұмыс жасайды. Білім алам десеңіз, барлығы өзінің есігін айқара жастарға ашуда. Біздің елімізде ешқандай адамның құлшылық етуіне, оның жаңағыдай діни наным сеніміне ешқандай қарама қайшылықтар, қысымдар жоқ.